Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Саяржан. Мен бүгін сіздерге бағланның етінен балғын қуырдақ дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап шығып, тіркеліп, лайк басай отырыңыздар. Көріп тұрғаныңыздай қуырдақ өте дәмді болды. Дәмді болуының себебі бағланның құйрық майына қуырдақты қуырдым. Осылай құйрық майды турап алып, қызып тұрған табаға ешқандай май құймай, құйрық майдың өзін шыжғырып алдым. Міне бізде құйрық майымыз шыжғырылды. Өзі шыжық болып қалды. Енді осыны бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді еттерімізді, қабырғаларымызды салып, тұз бұрышымызды салып, бұқтырып пісіреміз. Менде жарты сағатта қуырдақ дайын болды. Одан кейін картошка салып қуырдым. Және үстіне жарты стакан су құйып, бетін жауып 10 минутқа бұқтырып алдым. Міне балғын қуырдағымыз дайын достар. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Жаңа қуырылған құйрық майды, шыжық болып қалған құйрық майды осы қуырдақтың үстіне салдым. Астарыңыз дәмді болсын достар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.